Енді мынандай әңгіме ғой, жаңа пікірді айтқанда бір сойып тұрып айтып отыр енді. Қазір бір қарсы емеспін деп сызылып қалсам, басынан бастап бүйтіп шындығын айтайын. Негізі атам мен енем жайлы адамдар болса, білмеймін, бірінші баламды босанып, кішкене оны аяққа тұрғызғанша тұра беруге дайынмын. Бірақ уже бір 10 жылдап, 20 жылдап олай тұру негізі қиын деп ойлаймын мен жалпы. Енді ол кісілер мәңгілік емес қой енді. Жоқ, мәңгілік болсын енді. Денсаулықтары жақсы, комфортно солай болады енді, бірақ бәрібір барлығы жақсы болып, мен сізге бір ғашық болып, өлердей жақсы көріп тұрсам, әрине. Өзім Алматыда 4 жыл болды. Иә, осы жақта. Бірақ үйдегілер семейде. Бірақ семейде тұру керек болады, иә, ертең күні? Жоқ, келеміз бұйыртса осы жаққа. Енді сіздің айлық жалақыңыз қандай, негізі қандай жұмыспен айналысасыз? Жеке сол үйдің бизнес, анау-мынау, алып сату, 700-800 ары қарай кете береді ғой. Заңғар, сізге мынандай сұрағым бар. Сіздің соңғы қарым-қатынасыңыз қашан аяқталды және не себепті аяқталған? 2 жыл бұрын болған шығар. Келіспеушілікпен, бір-бірін түсінбеушілікпен, сондай. Қанша уақыт дедіңіз? 2 жыл дедіңіз бе? 2 жыл бұрын. Қазір бір болады ғой, енді модаға айналып кетті ғой. Жоқ, ол мен бывшийім болса да араласа береміз, сәлемімізді деген сияқты. Жоқ па ондай? Жақсы онда. Енді білмеймін, бағана анау жаңағы ата-ана жайлы әңгіме айтқан кезде, пікір айтқан кезде, ойпырмай бір нақты бір тұрмайтын адам сияқты сөйледі ғой енді. Ойбай, қазір ортаға шығып, енді білмеймін, енді шындықты айтқан кезде деп білмеймін енді. Бұл сен басында ол ата-анамен таныспай жатып или тұрмай жатып, мысалы сен адам тұрғаннан кейін білесің ғой, жайлы емес екенін. Сен басында сразу біле алмайсың оны, дұрыс па? Если вдруг бірге тұрып жайлы болмай қалса, не істейсің сонда? Ажырасып кетесің ба? Жоқ, енді егер де ұрысып қалып, білмеймін, Құдай сақтасын, енді ондай жағып көрінгенмен, мен үлкен кісілермен өте жақсы тіл табысам, мен олай бүйтіп бетпақтанып, сіздікі дұрыс емес, сіздің мына айтқаныңыз. Мен просто жаңағы жерде қыз баласы осындай нәрсеге міндетті деген әңгімеге мен ашуланып кеттім. Бірақтан мен өзім никогда тұрмаймын деген әңгіме ол жерде мен аузымнан шыққан жоқ. Осы жерде тағы бір қыз балалары көбіне басымыз бос кезде барлығымыз айтамыз, бізге мынандай керек, біз тұрмаймыз, біз мынандай деген сияқты. Бірақ қыздар ғашық болған сәтте көбіне өзгереді. Бұл жердің өздерін еске түсіріп көріңдерші, қаншама паралар, қаншама жұптар келеді да, я мен деген ойбай тұрмайым деген қыздардың барлығы, оказывается, тұрғым келеді екен ғой, осы жігіт үшін келдік қой деген сияқты бағынып, уже ығына жығылып қалады. Сен азаматтық некеге көзқарасың қалай? Қыз жігіт болып мысалға жүріп, тұрып бір шаңырақтың астына сосын барып үйлену деген нәрсеге. Қалай? Азаматтық некеге да, қыз жігіт болып жүріп, мысалға 1-2 жыл жүріп, бір шаңырақтың астына тұрып үйлену дегенге. Жақсы. Жақсы қарайсың, иә? Нәрсе тоқтаған, екеуміз бір-бірімізде деп айтайыншы, ол кісі де білмеймін, екеуміз бір-бірімізде негізі блоктамыз. Ол кісімен енді қайтып әңгіме қозғалуы да бұл жерде, екеуміздің қосылуымыз да мүмкін емес деп жауап беремін. Жалпы міндет қойылған ғой да? Иә, осы 2024-те осы сұрақты да бұл адамды да тастап кеткім келеді негізі, сондықтан бұл